Қайырлы күн, менің құрметті ютубер оқырмандарым, қал жағдайларыңыз қалай? Енді сіздерге сырымды ақтарып барша әкемнің қарсы болған туралы барлығын әйтеуір айтып отырмын ғой. Әйтеуір бұл бір естелік болып қалатын дүние ғой. Бұл жерде бір әкеме деген өкпе реніш деген сияқты ондай нәрсе жоқ. Тек бұл естелік ретінде сіздерге бұл қызық болсын деп, бұл да бір естелік ретінде қалған дүние болғандықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Енді келінді өмірге қалай қадам басқаным туралы, келінді өмірдің қызығы мен шыжығы туралы айтқым келіп тұр. Бұл бөлім өзі қызық болайын деп тұр. Негізі менің келінді өмірге түскенім туралы бір қысқаша бір қызықты нәрселер айтып кетейін. Басы ащы болса аяғы тәтті болады дейді ғой. Менде де қызық келінді өмірім бір тәтті болып басынан бастала қойған жоқ. Өйткені қанша жыл уже ата-ананың қарамағында болғаннан кейін, өзім ақша ұстап үйреніп қалғаннан кейін бұл жаққа келіп еркінді өмірде жүріп, қапыл аяқ асты қысым дейміз ғой. Енді еркін өмірде жүріп, енді күйеуім де еркіндікте жүрген бала, өз кез келген уақытында шығады, кез келген уақытында келеді. Мен де кез келген уақытында шығып, қыздармен жүріп, әрі-бері жүріп үйреніп қалғаннан кейін, келінді өмірдің мынандай жұмыстарына болсын, біреудің айтатын сын пікіріне болсын, оның бәріне үйренісу маған келінді өмірді бірден қалыптасып кету маған өте қиын болды десем болады. Мен негізі күйеуге шығатын кезде анам айтқан: «Қызым, деді, сен тұрмысқа шығып бара жатырсың. Мен сені ол жігітіңмен таныстырған жоқпын. Мен сені біреу арқылы таныстырып, ойбай осыған ти деп мен саған тигізген жоқпын. Өзіңнің сүйіп қосылған байың маған келіп, маған келіп, мынау мынандай болды, мынау мынандай болды деп, маған ол жақтың өсегін тасушы болма» деп анамның ескерткен сөзі қатты маған батты. Маған келіп мұндай керек емес, мен ол жақтың өсегін маған айтушы болма деді анам. Енді анам айтқаннан кейін оның сөзін қайда жерге тастайсың? Басты әйтеуір қандай да болса да әйтеуір сын пікірге сынбай, не десе де, кім не десе де сын пікіріне сынбай, әйтеуір басты көтеріп жүру керек болды. Енді өзімнің қосылған, шынымен де анамның да айтатындай бар ғой, өзіңнің қосылған жігітің, мен сені қосып берген жоқпын, өзің сүйіп қосылдың, маған ешқандай мініңді айтушы болма деп анам жібергеннен кейін маған қатты батқан енді сол болды. Сырт көзден енді қанша келін болып түскеннен кейін сырт көзден бәрібір пікір түседі ғой. Мен шынымды айтайыншы, осы келінді өмірге үйренуіме сіздерге өтірік, маған шын болсын, 1,5 жылдың көлемінде маған уақыт керек болды. Мен үйренісуім қиындау болды келінді өмірге. Өйткені жан-жақтың пікірлері, келін анандай, келін мынандай, келін дұрыс емес, кейін енді сырттан келгеннен кейін енді келінді бәрібір жақтырмайды. Сырттан келген адам бәрібір сырттан келген адам болып есептелінеді. Қаншама сын пікірге енді жаңадан түсетін келіндер, жаңадан түсетін қыздар болса, өздеріңізді сондай тұрғыдан дайындап бару керексіздер да. Қазір қаншама әңгімелер естейміз ғой, ананың келіні 1-2 ай болғаннан кейін кетіп қалды, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды деп. Негізі мен сіздерге айтайын, манағы 1 жыл болды дедім ғой, үйреніскеніме үйренісе алмай, андай бір осы үйде жүрген бір мен қонақ секілді болдым ше, бір как будто бір басқа жаққа ертемен кетіп қалатындай болып, сондай өзімді сондай тұрғыдан мен мына үйге өзімді өзім қабылдай алмайтындай тұрғыда болдым. Солай жаман асып кеттім. Ата-анам келді ғой, енді осы жаққа келгеннен кейін 1-2 айдан кейін тойымыз болды. Содан мен жаман асып кеткем. Ата-анам уайымдап: «Сене тамақ ішпейсің ба? Не болған мына түрің?» деп. Енді конечно ата-анасы уайымдайды. Топ-торсықтай болып кеткен қыз мынандай қылдай қыз болып тұрса қалай уайымдамайды? Ата-анам қатты уайымдап кеткен. «Саған не болып жүр? Не уайымдап жүрсің? Не мынау тұрсың? Апарып асып кеткенсің» деп. «Тамақ ішпейсің ба?» деп. Енді қатты менде айтам ғой, келінді өмірге түскеннен кейін менде депрессия болды. Менің жүрегіме сол кезде енді қанша жыл болса да жүрегіме тиген бір сөзді айтайыншы, мына жерінде тұрып қалып қоймасын деп жатырмын да. Сол тойымыз болатын кезде енді үйде абыр-сабыр болып жатыр. Енді мен енді келінді өмірге жаңа келгенмін, уже 1 айдай болып қалды. Содан енді үйде бәрі енді тойға дайындалып жатыр ғой. Содан далада бауырсақ пісіріп жатыр екен да. Сол кезде бір үлкен апа келді да айтты. Енді кім екен айтпай ақ қойым, мынау деп ше. Енді бір апа келді да, сосын маған айтты, андай бауырсақ сүзетін мынандай не болады ғой, соны айтты, маған мынандай үлкенін берші дейді. Бізде осы үлкені ғана осы деп, осы үлкені деп осыны көрсетіп тұрмайын, қолындағы осы ғана десем, әй, мына бір ожауды басыңа кигізетін келін екенсің деді ғой. Мен ана жерде су сепкендей тұрдым да қалдым ғой, қатқан күйі қатып қалдым.
ана жердегі мына жерімдегі ше әлі кетпейді ғой. Сол әлі кетпейді ана жеріне бір қатты тиіп кеткені ғой. Сол жерде ше мына ожауды басыңа кигізетін келін екенсің деді ғой. Мен енді жаңадан келген келінмін. Сырт көзден ондай пікір не керек деймін да. Білмеймін, ол жерде мүмкін сіз болсаңыз басқаша қалай қабылдайтын едіңіз. Мен ол жерде енді күйеуімді сыйлағаннан кейін, ата-енемді сыйлағаннан кейін мен ол жерде сөз қайтаруыма болатын еді да. Просто мен үлкендерді сыйлағаннан кейін мен ол жерде ештеңе дей алмай қалдым. Сол жерде өзің тумаларың болса шап-шап етіп ответін беріп жіберетін едік. Солай менің бір жылда сонша үйренісе алмай маған бір сөз менің келіндік өміріме үйренісіме не сөз болды деп ойлайсыз? Солай мен үйге үйренісе алмай жүргенде бір күні телефон қарап отырмайын ба, бір кезде бір сөз естіп қалам ғой. Сөз естігенде телефоннан бір кішкентай бір мағынасы бар сөзді, кішкентай сөз болса да мағынасы бар сөз екен да. Келін дейді, өз жұртын ұмытпай, мына жұртқа келін болмайды дейді. Қалай? Менің жүрегіме қатты тиген сөз сол сөз болды. Келін өз жұртын ұмытпай, мына жұртқа келін болмайды дейді. Деп сол қағып алған сөзім болды. Өйткені мен айтып тұрмын ғой, мына жаққа үйренісе алмай өз жағымен көп сөйлесетінмін да. Мама не істеп жатсыздар деп күнде прям сөйлесетінмін. Күніне 2-3 рет сөйлесетінмін да, маманы тастамай. Енді өсек айтып без мамалар деген сағынып, сөйтіп өз күнде сөйлесетінмін да. Содан менде қалыптасу керек болды уже. Өйткені уже баламның құрсағымда балам бар, уже мына үйге сіңу керек болды да. Ана сөзді естігеннен кейін мен уже өз жұртымнан алшақтай бастадым. Алшақтау керек болды. Өйткені мен мына үйге сіңуім керек, мен мойынсынуым керек болды да. Осы үйде тұратыныма, осы үйде болды, осы үйде қалатыныма мойынсынуым керек болды. Мені бір сөз ғана, сол сөз ғана сындырды. Сондықтан құрметті қыздар, жаңадан түсейін деп жатқан қыздар, құрбылар, келіншектер, өз жұртыңды ұмытпай, сен мына үйге келін болмайды екенсің. Соны түсіндім, және соны сіздерге түсіндіргім келіп тұр. Негізі айтамыз ғой, барған жеріміз дұрыс қабылдамады деп жатырмыз ғой. Жоқ, дұрыс қабылдамағанда емес, сен өзіңнің сыни тұрғыда дұрыс қабылдамауың екен. Мен соны түсініп, өз жұртымнан алыстап, мына жұртқа үйренуіме бірақ сөз, сол түрткі болған сөз. Сондықтан сіздерге де айтайым соны. Жаңында шығайын деп жатқан қыздар болса, сіздердің пайдаларыңызға жарап жатсам, или жаңадан түскен келіндер болса да, сіздің пайдаңызға жарап жатсам өте қуаныштымын. Сондықтан өзіңізді жарт жұрттық дейді ғой, сондықтан өзіңізді сол тұрғыдан дайындап барыңыздар. Өйтіп ата-аналарыңызға жаман пікір келтірудің қажеті жоқ. Мен сияқты басыңыздан кешірген келінді өміріңіздің болған қызықтарыңыз болса, комментарийға бөлісіп кетіңіздер. Менің бұл ең алғашқы ұзақ видеом, сондықтан қолдап пікірлеріңізді жазып, мені қолдап кетіңіздер. Әрқашан мені қолдайтын сіздер барына мен Құдайға шүкір деймін. Сондықтан маған жазылып, пікірлеріңізді жазып, лайктарыңызды аямай басыңыздар. Мен сіздердің қолдауларыңыз маған ауадай қажет. Сондықтан менімен болғандарыңызға да рахмет. Сіздер де алтын оқырмандарым болғасын, мен осындай өзімді еркін ұстап сіздерге ақтарып жатқан жайым бар.